Шираз Жәнібекпен шығудан бас тартты. Және Майк Тайсон Джек Полдан жеңілді. Осы секілді түрлі кешегі аптаның керемет жаңалықтары сіздердің назарларыңызда. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері. Кеше енді қатты сырқаттанып, әлде байқалып тұрған шығар сырқаттанып тұрғаным, бірақ соған қарамастан кешегі аптаның жаңалықтарын сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмын. Жалпы кешегі апта енді ең бірінші жаман жаңалықтан бастайық, арты жақсы болсын. Бірінші ол 5-0 футболдан жеңілдік. Қанша мойындағымыз келмесе де дәл осындай жағдай. Черчесовті қалай боқтасақ та, қандай жаман пікірлер айтылып жатса да, халықтың, жанкүйердің пікіріне құлақ асатқан ешкім жоқ. Сондықтан енді білмеймін не істеуге болатындығын, әйтеуір сып-смела беті бүлк етпей, бетін тіліп жіберсең қан шықпайтындай болып, дәл қазір келесі жылы жаңа маусымды күшті етіп бастаймыз деп отырмын. Білмеймін не айтуға болатындығын. Енді мен футбол жайлы айтпаймын, бірақ дегенімен ұлттық құрамаға жанкүйермін, сондықтан кішігірім осыны ақпарат ретінде назарларыңызға ұсынайын. Бұл енді кешегі аптаның ең маңызды жаңалықтарының бірі болды. Сондықтан Қазақстанның футболы енді дамысын деген тілегім ғана бар, болды. Басқа ештеңе де айта алмаймын. Bir күні болмаса бір күні жақсаратынына мен кәміл сенімдімін. Тағы бір кішкене жағымсыз жаңалық, Хамза Шираз Жәнібек Әлімханұлымен шығудан бас тартты. Бұлдай мәлімдемені WBO президенті жариялаған болатын, яғни саудаға шыққаннан ешқандай пайда жоқ. Хамза Шираз командасы бұл кездесуден бас тартты деді. Енді Жәнібек Әлімханұлы өзі парақшасында жариялауда, мен сендерге басында айттым ғой, Хамза Шираз ол менімен шығудан бас тартады деп. Яғни спарринг жұмыстарында, басқа жұмыстарда белгілі бір жағдайлар шынымен де орын алған болуы мүмкін. Және де енді ұсыныста, саудаға шыққаннан кейінгі ұсыныста енді ақылға қонымсыздау негізі. Себебі чемпион 80% гонорарды алатын болса, ал Шираз онда 20% ғана алу керек. Енді бұл да ақша енді өте нашар ақша негізі. Себебі $200,000, оның $40,000-на Шираз төбелеседі деген, енді $40,000-ға Шираз төбелесу деген енді кішкене қиындау жағдай негізі бәрібірде. Яғни екі-бір үлкен себеп болып отыр. Біріншісі Жәнібектен қорқады, екіншісі мынау бәс сауданың оған дейін келісіп қойған болса, негізі әлде қайда жағдай мүлдем басқаша болады. Енді гонорарда ол келісім барса келісе береді. 50-50, 60-40 деген секілді түрлі келісімдер сол жерде орын алады. Ол чемпион болсын, басқа болсын. Ал бәс саудаға шыққан кезде WBO-ның нұсқасы бойынша, нұсқаулығы бойынша кетеді келісімшарт. Сондықтан бұл жерде Шираздың отказ бергені де бір жағынан орынды шығар. Ал енді бұл жерде мәселені ары қарай күрделендіріп отырған Адамес бар. Яғни біз үшін де ол тиімді болайын деп тұр. Себебі Жәнібек Адамеспен шығатын болса, онда жақсы болатын секілді. Себебі Адамес ол осылай келісімшарт жібердік деп айтып отыр қазір командасымен. Ал Жәнібектің командасы ол командасы емес, Жәнібектің өзі ол келісімшартты көрген жоқпын деп жатыр. Сондықтан бұл жерде тағы да бір кикілжіңдер орын алып жатыр. Келіссөз жұмыстары кішкене күрделеніп бара жатқан секілді. Бірақ осылай келіп, ақыры Адамес пен Жәнібек шығатын болса, ол ең әдемі нұсқа болайын деп тұр. Шираз білмеймін, Ларамен шыға ма, кіші Крисубенкпен шыға ма, немесе Мейірім Нұрсұлтановпен де шығуы мүмкін деген ақпараттар шығып жатыр. Осылардың біреуімен шықса, Хамза Шираз, мына жақта біздің Жәнібекпен Адамес шығатын болса, бұл ең керемет сценарий болайын деп тұр. Келесі жылдың басты оқиғаларының бірі 160 фунтта осылай салмақтың қызығушылығы артып, бұл салмақ тіріле бастайды. Ақыры бір түптің түбінде Ширазбен мен шығатынына сенемін, және Ширазды жақсылап тұрып сабайтынына да сенемін Жәнібектің. Ал сіздер қандай пікірдесіздер, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Майк Тайсон мен Джек Пол арасында жекпе-жек өткен болатын, кешегі демалыста өздеріңіз білесіздер. Ол жекпе-жектің жеңімпазы әрине Джек Пол, 27 жаста. Біз Джек Пол шын жүректен құттықтаймыз. Барлығы енді келісілген бой, басқа бой деп жатыр, бірақ оның барлығынан бөлек мен бір қуанатыным, бұл жекпе-жекте жалпы ешкім жарақат алған жоқ. Біріншіден Тайсон жарақат алмай жекпе-жек ұйымдастырып берді. Екіншіден оның денсаулығының шыдауы, 58 жас деген енді былай ауызбен айтып жүрміз, бірақ оны шынымен сезінетін болса, ол мүлдем бөлек деңгей негізі шынымен де. Сондықтан Майк Тайсон легенда. Бұл пікірге қосылсаңыз комментарий жазыңыз. Ал енді екінші бір тұсты айтып өтейік. Жалпы Джек Пол осылай ардагер спортшыларды қолдап, UFC чемпиондығын алып, ары қарай бос қалып қойған, жекпе-жексіз қалып қойған кездерінде олармен жекпе-жек ұйымдастырып, олардың ақша жасауына мүмкіндік беріп жүрді. Енді мінекей Майк Тайсонның да өмірдің соңына дейін жететін, егер дұрыс жаратылса, ақша табуына мүмкіндік берді. Жекпе-жектің барлық шығындардың бәрін өз мойнына алды. Сондықтан Джек Полға да бұл жерде респект.
өзі де Тайсонның ұлылығына жекпе-жек біткеннен кейін басын иді. Сондықтан бұндай керемет жігіттерді қалай қолдамайсың. Енді блогер, актер болғандықтан әрине бұндай дүниелерді ол тереңінен ойлайтындығы бар. Және сонымен қатар Америкада тағы бір керемет шулы жекпе-жек өтті. Өздеріңіз білесіздер, ол UFC 309 турнирі. Енді алдағы уақытта 310 турнир келе жатқандықтан UFC-ді тереңінен бақылайтын боламыз. Ал бұл жерде әрине өздеріңіз білесіздер, Чарлиз Оливейра өте керемет шоу жасап жеңіске жетті. Ал одан бөлік жекпе-жектің басты кездесуінде легендарный, яғни легенда Джон Джонс шығып, ол да нокаутпен жеңіске жетті. Бұл жігіттерді де шын жүректен құттықтаймыз. Енді алдағы мансабына деген бір нәрсе айту қиын, бірақ ең бастысы БМФ белбеуі үшін Джон Джонс Перейрамен шыққысы келетіндігін айтып жатыр. Яғни осы уақытқа дейін 2 белбеу иегері атандым, енді 3-ші белбеуді алып кетсем арманым жоқ деп жатыр. Сондықтан бұл жекпе-жек қаншалықты қызық, қаншалықты мәні бар, сіздер қалай ойлайсыздар, оның барлығын комментария жазыңыз. Ал мен үшін БМФ белбеуі тігілетін керемет жекпе-жектердің бірі болатын секілді Перейра мен Джон Джонс. Енді UFC-дің көшін бастап тұрған жігіттер ғой, біреу 2-ші орында, біреу 3-ші орында тұр паунд фор паундта. Сондықтан бұл жігіттерге тек қана сәттілік, бір-бірімен жұдырықтасса, яғни төбелессе, келесі жылдың керемет жекпе-жектерінің бірі болатындығына мен сенімдімін. Соңғы жаңалық, UFC 310 турнир өтеді және ол жерде Шавкат Рахмонов пен Енгери жекпе-жек өткізеді. Жалпы Енгериге мен риза болып отырмын, себебі қазір енді ақпараттар шығып жатыр, 2 рет нокдаунда болған дейді, яғни 1 рет қылқындырып тастаған, 1 рет теуіп отырғызып тастаған дейді. Шавкат Рахмонов пен енді екеуі спарринг жұмыстарын жүргізген кезде, енді екеуінің жаттығатын залы бір ғой, Kill Cliff. Сондықтан екеуі бірге жаттығып жүріп, бір-бірін жақсы зерттеген, бірақ соған қарамастан енді өзінің кіршіксіз 0-0 деген рекорды бола тұра осы бір жекпе-жекке келісімін беріп отыр. Басқа, яғни Баклимен бұл жекпе-жекті өткізсе де, енді сұмдық көп ақша алады бұл жекпе-жек арқылы дегенге мен қатты сене қоймаймын, бірақ дегенмен ерлік жасап отыр Енгери Шавкат Рахмоновпен келісіп. Енді олай келісетін болса, бұл енді керемет жеңісті жол. Ары қарай енді Енгериге сәттілік, бірақ біз Шавкат Рахмоновқа тілеулеспіз және Шавкат Рахмонов біз үшін де, жалпы әлем үшін де фаворит. Құдай қаласа Шавкат Рахмонов жеңіске жетсе екен деген тілегіміз бар. Және Белалдан енді жанкүйерлер Твиттерде сұрақ қойған, кім жеңіске жетеді деп ойлайсыз деген кезде Енгери жеңіске жетеді деп айтып тұр. Енді бұл да бір күлкілі кішкене. Әрине Белал Мұхаммад үшін Енгеридің жеңіске жеткені жақсы. Сол арқылы ол өзін Енгеридің сәл әлсіз тұсын біліп отыр. Сондықтан ол жеңіске жетемін деп ойлайды, ары қарай чемпиондық белбеуін қорғаймын деп ойлайды. Бірақ Шавкат Рахмонов жеңеді дегенге мен өз басым қатты сенемін және соны тілеймін. Бұл тілекке қосылсаңыз, комментарий жазыңыз, сіз де өз тілегіңізді арнап қойыңыз. Және де бұл турнирде уақытша чемпиондық белбеуі тігілмейтін болды. Яғни басында жекпе-жек ұйымдастырылады деген кезде мен шығардым. Ол кезде уақытша чемпиондық белбеу тігіледі деген ақпараттар кейбір сайттарда жарияланғандықтан мен де солай уақытша чемпиондық белбеу тігіледі деп айттым. Бірақ Дана Уайт нақты себебін түсіндірді. Енді Белал қатты ұзақ уақытқа шығып қалған жоқ арадан, сондықтан бұл жерде 6 аптадан кейін қайтадан оралатын болғандықтан осы жекпе-жектің жеңімпазы нақты Белал Мұхаммадпен чемпиондық атаққа таласатын болады деген нақты шешімін сөзін айтты. Енді Дана Уайт сөзінде тұрады деп ойлаймыз. Осы жекпе-жекте Шавкат құдай қаласа жеңіске жететін болса, Белалмен келесі жылы жекпе-жек ұйымдастырса, менің ойымша көктемде немесе жазда керемет жекпе-жек орын алатын секілді. Бәрібір осы чемпиондық атаққа біз құдай қаласа жетеміз. Оған құдай қаласа Шавкат Рахмонов келесі жылы жетсе екен деген тәтті тілегіміз бар ғой. Бұндай тілекті енді айтудан, бұл тілегіміз бар екендігін жариялаудан ешқандай жасырмаймыз. Осы бір тілекті қайта-қайта айта бергіміз келеді. Сондықтан сіз де өз комментарийіңізді жазып, осы бір тілекке қосылып қойыңыз. Бұл шығарылым үшін кішігірім кешірім сұраймын. Енді сырқаттанып тұрмын. Құдай қаласа ертең жазылып, ертең тың деректермен керемет шығарылымдар тағы да назарларыңызға ұсынатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға, соққы арнасымен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Чемпиондық менталитеті бар, соққысы мықты жігіттеріміз әлемді бағындыра берсін. Алға Қазақстан!